2021 жылғы 26 мамырда оқушылар сарайының базасында стратегиялық бағдарлар, жетістіктер, проблемалар, перспективалар контекстінде білім беру сапасын арттыру бойынша қауымдастықтар жұмысының жүйелілігі тақырыбы бойынша пән мұғалімдері қауымдастықтарының дөңгелек үстелінің қорытынды отырысы өтті. Өткен оқу жылы білім беру жүйесі үшін қарқынды және мазмұнды болды. Іс-шара ұйымдастырушылары әдістемелік жұмыс орталығы пән мұғалімдері қауымдастығының үздік жұмыс тәжірибесін ұсыну, білім берудің өзекті мәселелерін талқылау мақсатын қойды. Дөңгелек үстел жұмысында орталықтың 35 жарқын креативті педагогтары мен әдіскерлері қатысты. Шақырылғандардың арасында білім басқармасының басшысы Гүлмира Райымбек қызы Кәрімова, аудандық білім беру ұйымдарының басшылары мен әдістемелік кабинеттердің меңгерушілері болды. Қорытынды кеңес бұл алдағы оқу жылына арналған міндеттер анықталатын және өткен жылдың қорытындылары шығарылатын алаң. Сондықтан осы алаңда мұғалімдердің облыстық пәндік олимпиадасының жеңімпаздарын марапаттау өтті. Алғыс қауымдастықтардың үздік төрағалары мен белсенділеріне берілді. Отырыс онлайн форматта да өткізілді. Бұл облыстың ондаған педагогтарына осы іс-шараға қатысуға мүмкіндік берді.